Қол терісін әрлендіріп, оны жұмсартып, әжімін кетіретін керемет әдісті қолданайық. Ол үшін бір үлкендеу картопты суға салып қайнатып пісіріп аламыз. Піскеннен кейін суын төгіп, суығансын. Картопты жақсылап еземіз. Жақсылап езіп болғаннан кейін кез келген май қоссаңыздар болады. Зәйтүн майы, касторовый майы, кәдімгі өсімдік майын қосуға болады. Мен облепиховый майын қостым. Жақсылап араластырған екен, осындай 2 перчатканы алып, оған картопымызды жақсылап орналастырамыз. Саусақтар кіретін жерін бәріне жайып шығамыз да, қолымызды салып, жарты сағаттай ұстаймыз. Сосын жылы сумен жуып тастап, өзіміздің қолданатын кремімізді жасаймыз. Бұл әдісті қолданардан алдын жылы суға пероксид водорода қосып 15 тамшы қолыңызды жібітіп алсаңыз болады. 2 есе нәтиже көретін боласыздар.